Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы баклажаннан икраның жасалу жолын ұсынатын боламын. Өзім жасап жүрген рецепт, үнемі жасаймыз. Бірнеше жылдан бері сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен қажетті өнімдердің барлығын жуып, тазалап алатын боламыз. Және де бізге осындай ет тартқыш қажет болады. Барлығын осы ет тартқыштан өткізіп қайнататын боламыз. Алдымен осы ет тартқыштан сәбізімізді өткізіп аламыз. Яғни барлығын өткізіп болғаннан кейін уақытты үнемдеу үшін газымызға қазанды қойып қыздырып, осы сәбізден бастап қуыра берсеңіз болады. Яғни рет-ретімен толық көрсететін боламын. Мінекей біз сәбізімізді өткізіп болдық. Енді газымызға қазанымызды қойып, қыздырып, сұйық майын құя берсек болады. Бұл жерде 700 мг сұйық май құйып жатырмын. Оны да жақсылап қыздырып аламыз. Сәбізден кейін міндетті түрде баклажанды өткізу керек. Себебі сәбізден кейін осы баклажанды салып қуыратын боламыз. Майымыз қызғанша өткізе тұрамын. Майымыз қыздау деген сәтте сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Әрбір өнімді жеке-жеке салған кезде 10 минут шамасында қуыру қажет, яғни жақсылап қуырылып, жаңағы сәбізіміз де баклажанымыз барлығы, яғни жақсы бір-бірімен сіңісіп, сөлі шығу қажет. Сол кезде сіздің банкаларыңыз атылмайтын болады, яғни қуырылуы өте маңызды. Қақпағын жауып қуырғанша біз баклажанымызды өткізіп ала беретін боламыз. Осы баклажанды өткізіп жатыр, мен 2-3 рет жаңағы сәбізімізді араластырып алдым, асты күйіп кетпесін деп. Себебі газымыз толық шығып тұр. Баяу отта қуырмайсыздар. Осылай алдын ала барлығын дайындап аламыз. Бір жағынан уақытты үнемдейсіздер, екінші жағынан рет-ретімен қуырылатын болады. Мінекей біздің сәбізіміз жақсы қуырылды, сөлі шығып. Енді баклажанымызды өткізіп болсақ, біз болгар бұрыштарын өткізетін боламыз. Яғни баклажаннан кейін болгар бұрыштарын саламыз. Сондықтан осы болгар бұрышын өткізіп жатырған сәтте мен баклажанымызды қосып араластыратын боламын. Бұны да 10 минут шамасында қуырамыз. Қақпағын жауып. Түбі алып кетпесін, арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Қуырылып болдау деген сәтте болгар бұрышын қосамыз осылай. Оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Ендігі кезек бізде қызанақта ет тартқыштан өткізіп аламыз оны да. Яғни біздің баклажанымыз, бұрышымыз, сәбізіміз қуырылып жатыр. 30 минут шамасы кетті әрқайсына. Осындай етіп сөлі шығып, суы шығып жатырған кезде қызанағымызды құятын боламыз. Жақсылап араластырып жібереміз де, оны да қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді қызанақ салғаннан кейін сөлі шығып қайнай бастайды. Осы сәтте 4 ас қасық тұзымызды қосамыз және араластырып қайнауын күтеміз. Осы тұзды салып болғаннан кейін газымыздың астын баяу, яғни орташа отта қойсаңыздар болады, баппен қайнайтын болады. Мінекей шамамен жарты сағат көлемінде уақытымыз өтті. Енді 2 ащы қызыл бұрышымызды қосамыз. Турап қоссаңыздар да болады, ол кезде ащылау болып кетеді. Мен турамай осылай салдым. Тағы да жарты сағат өтті. Мінекей жақсылап араластырамыз. Баппен қайнатып, түбін алып кетпейтіндей етіп, қарап қайнатып алыңыздар.
Осы сәтте мінекей 40 минут шамасында қайнады толықтай. Енді сарымсағымызды қосатын боламыз. Сарымсақты да ет тартқыштан өткізіп алдын ала дайындап қойдым. Бұл салатты қыс мезгілінде жеген кезде өте тойымды әрі тәбетті ашады. Бірнеше жылдан бері жасап келе жатырған рецептіміз. Бұл енемнің рецептісі, содан қазір мінекей көріп өзім жасап жатырмын. Балдарыма да, отбасыма да өте қатты ұнайтын икра, яғни баклажаннан жасалған. Толық қайнау уақыты 1,5 сағат болды. Енді банкамызды парлай береміз. Осы парланған банкаға баклажанды міндетті түрде газдан түсірмей салу керек, яғни банкаларымызға ыстық күйінде. Егер баклажанымыз суып қалған болатын болса, икрамыз, ол бірден атып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қайнап тұрған кезінде бүлкілдеп банкамызға құямыз араластырып. Сақ болыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Барлығын осылай алдын ала парланған банкаларымызға құйып, крышкамызды біз ыстық суға салып алған болатынбыз. Банкаларға құйып болғаннан кейін бірден қақпағын жауып қойсаңыздар болады. Енді загревалканың көмегіменен барлығын жеке-жеке жауып алатын боламыз. Міндетті түрде тексеріп алыңыздар, ауа қалып қоймауы қажет. Жақсылап жабылғанына көз жеткізіп барып, жылы көрпеге орап қоятын боламыз. Толықтай суы үшін 2 күн қажет болады. Одан бұрын ашып қойып жүрмеңіздер. Бұл да өте маңызды. Барлығын осылай рет-ретімен жауып алатын боламын. Осы рецепт бойынша 2 литрдан 6 банка және 1 литрлік банкадан 1 банка шықты. Толық грамдарын описание бөлімінен қарай аласыздар. Барлығын осы реттілікті сақтай отырып, жауып аламыз, тексереміз және жылы көрпеге 2 күнге қалдыратын боламыз. Сонымен біздің баклажандарымыз дайын, сенімді әрі дәмді, тәбетті ашатын салатты сізде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира.